Өзге емес, өзім айтам өз жайымда, жүрегім жалынатқан сөз дайында, өзі жайлы өмірін өлеңмен өрнектеген қазақтың талантты ақыны Қасым атамыз биыл 110 жасқа толып отыр. Аманжол Рақымжанның Қасымы 1911 жылы 10 қазанда Қарағанды облысының Қарқаралы ауданындағы Қызыларай қыстауында дүниеге келген. Өмірі өлеңмен өрілген ақын ата-анасынан жастай айырылып ерте есейеді. Алғашында ауыл мектебінде сауатын ашқан жас ақын 1924 жылы Семей қаласындағы интернатта білім алады. Жасынан өмір мен өлеңге құштар Қасым нар тәуекел құлаш ұрдым қиынға, қайрат шіркін алып шықса қиын ба, жығылам деп жүре алмаймын жай басып, жүгіремін киіп жарып айқасып. Бар өмірін өлеңге арнап 1935 жылы Орал қаласында театр труппасын ұйымдастырып, ең алғашқы алаулаған махаббат туралы жалынды жастық жырларын дүниеге әкелді. Өкінбен мен де бір күн өлемін деп, өкінем ұқсат алмай келемін деп, күніне 100 ойланып мұң толғанам, өзіммен бір өлмесін өлеңім деп, деген ақын 1938 жылы тұңғыш өмір сыры өлеңдер жинағын жарыққа шығарды. 1939-40 жылдар ақынның өсу жолындағы елеулі кезең болды. Нар тәуекел, дауыл, Көкшетау, өз елім, ғашық едім қайтейін лирикалық өлеңдерімен қатар құпия қыз, бикеш поэмаларын жазды. Өмірден ерте кеткенімен Қасымның мәңгі жасайтын асыл жырлары қалды. Сол жырлары ақын атын өлтірмейді. Қазақтың дауылпаз ақыны жайлы әңгімемді ақынға арнаған арнауыммен аяқтасам. Атыңнан айналайын Қарқаралы, тудырған Қасым сынды дарақынды, тарихтың тарам-тарам соқпағында Қасым болып қас қайып бара тұрды. Біреудің аспанында асыл болған, тағдырдың жойқынынан жасымаған, өртке тиген дауылдай өлеңімен найзағайдай жалт еткен жасын адам. Ежелден табиғатпен жаның бірге, сырласып ұғысқансың дауылмен де, өмірге ақын болып келгеннен соң, өзіммен өлмесін деп өлеңім де. Сен өлмейсің, жасындай жырың барда, сен өлмейсің, дауылдай сөзің барда, атыңды жазатұғын алтын менен, артыңда қазақ деген халқың барда.